Сәлем достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай коржик пісіретін боламыз. Мектеп асханасындағы коржиктің дәмінен ешқандай айырмашылығы жоқ, сондай жұмсақ әрі дәмді болып келеді. Жасалу жолы да өте оңай. Бізге ұн, айран, сұйық май, секер, ас содасы және қобызғыш қажет. Алдымен айранды құямыз, үстіне ас содасын салып, айран көтерілгенше бұлғаймыз. Айран көпіріп көтеріледі. Содан кейін үстіне секер мен сұйық майды құйып, секер ерігенше араластырамыз. Секердің ұнтақ түрін алған жақсы, тез еру үшін. ұн мен қобызғышты бір-біріне біріктіріп араластырып жібереміз. ұнды бөлікке бөліп саламыз. Қолмен мұжу арқылы қамыр жасаймыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолға осындай жабысқақ қамыр шығу керек. Ол қаншалықты жұмсақ болса, қолға жабысқақ болса, коржигіміз соншалықты жұмсақ болып келеді. Астына ұн саламыз. Қамырды жаямыз. Жайған кезде барлығын бірден жаю керек. 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп жаймаймыз, достар. Егер солай жаятын болсақ, онда отход көп қалып қояды. Біз қалып қойған отходтардан қайтадан коржик жасаған кезде кішкене қаттылау болып келеді. Және қалыңдығы 1 сантиметр болу керек. Осындай форма пайдаланамыз. Арасын көп алшақтатпай, жақындау етіп кесеміз. Жан-жағын алып тастаймыз. Шпателдің көмегімен формаға саламын. Асты ұн болса ештеңе етпейді, піскеннен кейін қағып жібереміз. Үстіне мен айран жағып шықтым. Ешқандай жұмыртқа ештеңе қосқан жоқпын, тек айранның өзін жағып шығамыз. 200 градуста 10 минутта пісіреміз. Жасалу жолы өте оңай, пісуі де өте тез. Жасап көріңіздер, достар. Міне коржигіміз дайын болды. Жасап жатсаңыздар ас болсын.